13 қарашада болатын жаңа айдың туулуы, әсіресе мына саршаян белгілері. 8 мен 18 қарашада туылған саршаян белгілері тура сіздердің қазір туылған күндеріңіз өтіп жатыр, яғни сіздердің күндеріңізге тура болады. Сондықтан да сіздерге өте қатты әсер ететін болады. Имидждеріңізді өзгертетін боласыздар, өмірге деген көзқарастарыңыз 180%-ға өзгерту, трансформация, гардероб ауыстыру, бетке пластикалық оталар жасау, өміріңізді бір ұлы махаббаттар кездестіру, көлемді қаржылар, көлемді мүлік, және бүкіл ойлау қабілеттеріңізді, өз-өзіңізге деген сенімділігіңізді, жақсы көруіңізді, өзіңізді барлық өзгерістерге ұшырайды. Одан соң торпақтар белгісі 6 мен 16 мамыр уақытысында туылған торпақтар сіздерге әсер ететін болады. Бұл сіздердің күндеріңізге қарама-қарсы орналасқан, яғни сіздердің өмірлеріңіздегі адамдар тақырыбында болады. Жұптарыңыз тақырыбында, қыз, жігіт, әйел, күйеу деген тақырыптарда. Яғни жұптық, махаббаттық, қарым-қатынастық және кәсіптік жұмыс осы екі тақырыпта болады. Сондықтан да жаңағы өмірлеріңізге түсіп жатқан сұраныстарға предложение дейміз ғой. Одан соң мынау махаббатта да қастарыңыздағы адамдардың көңіліне қарап, яғни солар арқылы сіздерге табыс та келеді, қаржы да келеді, махаббат та келеді, қарым-қатынаста және сәттіліктер келеді. Яғни жанама түрде әсер ететін болады. Жаңа айдың туылуы балықтар, яғни 6 менен 16 наурыз аралығында туылған балықтар. Және шаяндар 6 менен 16 шілде аралығында туылған шаяндар. Сіздерге өте тікбұрышты үшбұрыш, өте жағымды астрологиядағы ең жақсы аспекті. Бұл дегеніміз кеңістіктің есіктері ашылатын, армандарыңыз орындалатын және өзге адамдарда сіздерге қолдау көрсететін, сондай оң көзбен қарайтын сәтті кезең. Дәл осы кезеңде қорқыныштарыңыздан арылатын және бір таланттарыңыз ашылып, немесе бір шығармашылықтарыңыз жүзеге асып, хоббиларыңыз және бизнес бір істеріңіз жүзеге асатын және денсаулықтарыңызды турлайтын, өте бір сәтті кезең. Адамдардың арасында да қолдауға ие боласыздар. Басшыларыңыздың алдына барсаңыздар жоқ демейді. Яғни осы сондай бір сәтті кезең. Махаббатта да дәл сондай жолдарыңыз болатын кезең. Қарым-қатынаста, атақ абыройда өздеріңіз бір жақсы сезініп, ішкі сезімдеріңіз өте керемет болатын кезең. Осы 13 қараша мен 12 желтоқсан аралығындағы жаңа ай саршаян белгісіндегі. Онан соң мынау суқұйғыштар, суқұйғыш белгілері, яғни 4 менен 14 ақпан аралығындағы және арыстан белгілері мынау 8 менен 18 тамыз аралығында туылған арыстандар. Сіздерге бұл сәл жағымсыздау аспекттік төртбұрыш, бірақ жағымсыздау аспектінің өзі алға қарай қозғаушы күш деп айтар едім мен. Яғни трансформация, сіздерді алға қарай дамытатын, бір орында тұрғызбай және сол арқылы өмірлеріңізді өзгертетін кезең. Және өзгелерменен жақсы қарым-қатынас құрыңыздар осы кезеңдерде, әсіресе саршаян, торпақ, шаян, балық белгілерімен. Солар арқылы сәттіліктер келеді, солар арқылы трансформация, өмірлеріңізге өзгеріс келеді сіздердің. Онан соң бұл тек қана жаңағы саршаян белгілерінен ғана қатысты емес, бұл жаңа айдың туылуы, бұл барлық белгілерге қатысты. Себебі әрбір белгіде, яғни әрбір жеке адам туылған кезде астрокартасында 12 белгі 12 саласына жауап береді. Дәл сол жерде саршаян белгісі қай жерде тұр, сол жерде өзгерістер болатын болады. Сондықтан да менің WhatsApp нөміріме жазыңыздар, профильде тұр нөмірім. Және тек қана бұл жаңа айдың туылуы емес, алға болжамдар жасалады, толық мінездеме беріледі. Және жігіт, қыз, әйел, күйеу, партнерларыңыздың да данныйларын беріп, білсеңіздер болады, қандай адам деген сияқты. Онымен жаңағы жұп құруға қалай болады, екеуміз сәйкеспіз бе деген сияқты сұрақтар болса WhatsAppқа жазыңыздар.